баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып ипотекалық бағдарламалар. Соның ішінде үй кезегіне тұрмаған және де мемлекеттік бағдарламаларға қатыса алмайтын жандар үшін. Ең бірінші отбасы банк тұрғын үй займын айтып өтейік. Оны 50-50 деп те атайды. Ол үшін 3 жыл жинауыңыз керек депозитке, және ОП 16 немесе одан асса да болады. Содан кейін үй санаты жаңа, екінші нарық. Екінші нарық дегеніміз ескі үйден де алуға болады. Максимальный үйдің құны 100 миллион теңге. Табыс көзін растамайсыздар. Банктың проценті 5%-тен 3,5%-ке дейін. Ол жаңағы ОП-ымызға байланысты. Бағалау көрсеткішіне тікелей байланысты. Жарна 50%, жаңа 50-50 деп айтып кеткеніндей, яғни мысалы 10 миллионы үйін алу үшін сіз 5 миллион жинайсыз, 5 миллион сізге банк қарызға береді. Жыл 25 жылға дейін, 6 жылдан 25 жылға дейін осы аралықта өзіңіз таңдайсыз, мысалы 8 немесе 20 жылға ма, ол жаңағы үйдің құнына байланысты. Содан кейін дәл осы отбасы банк, бірақ аралық займ. Ол кезде сіз 50%-ін жинадыңыз, бірақ та әлі депозитіңіздағы счет 3 жылға толған жоқ. Осы кезде аралық займ деген бар. Ол жаңа және екінші нарықтан да алуға болады. Үйдің максимальный құны 90 миллион теңге. Және міндетті түрде табыс көзін растайсыздар. 7%-тен 8%-ке дейін береді. Және бастапқы жаңа 50% 25 жылға дейін алуға болады. Содан кейінгі 7-20-25 жаңа үйлерді ғана аласыздар тек қана, және атыңызда үй болмау керек. 25 миллион ол бізде Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтау, Атырау, Шымкент қалаларына арналған, және 20 миллионға дейін ол Қарағанды қаласы, және 15 миллионға ол басқа аймақтардан үй аласыздар. Міндетті түрде табыс көзін растайсыздар. 7% банктың проценті, 20% алғашқы жарна 25 жылға дейін алуға болады. Цифрлық ипотека, яғни Freedom Finance-тың ұсынған ипотекасы, ол бізде екінші нарықта, яғни ескі үйлерді ғана аласыздар. Алматы және Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 70 миллионға дейінгі үйлер, және міндетті түрде табыс көзін растайсыздар. 10,5%-тен 14%-ке дейін. Көбіне осы 13%-ке беріп жатады. Бастапқы жарна 10%-тен жоғары болу керек, 15 жылға беріледі. Содан кейін халық сейл, яғни халық банктың ұсынған бағдарламасы. Жаңадан және екінші нарықтан алуға болады. 50 миллионға дейін міндетті түрде растайсыздар табыс көзін. 10%-тен жоғары процентпен береді, және үйдің құнының 20% болу керек, 20 жылға дейін осыны аласыздар. Содан кейін особая ипотека және стандартная ипотека. Олар Сбербанк ұсынған бағдарламалар. Особая ипотекада BI групптың үйлерін ғана аласыздар, және табыс көзін растамауға да болады. 8-ден 13%-ке дейінгі аралықта банк проценті. Және үйдің алғашқы жарнасы 10%-тен жоғары болу керек, 15 жылға беріледі. Стандартты ипотека жаңадан немесе екінші нарықтан үй аласыздар, растайсыздар немесе растамауға да болады. 14,14%-тен 18,18%-ке дейін аралықта. Және бастапқы жарна 10%-тен жоғары болу керек, 15 жылға беріледі. Хэштег ипотекасы ол бізде банк центр кредиттің ұсынған ипотекасы. Жаңа үйлерді ғана алуға болады тек 100 миллион шамасында, және растамауға да болады.
13%-тен 15,5%-ке дейінгі аралықта процентін есептеп береді. 20% алғашқы жарна болу керек және одан жоғары. 15 жылға дейін ғана рәсімдей аласыздар. Содан кейін ұмай, яғни әйелдер ипотекасы, бұл жаңа және екінші нарықтан да алуға болады. 30 миллионға дейін үйдің құны болу керек. Міндетті түрде табыс көзін растайсыздар. 13,5%-тен 3,5%-ке дейін түседі бағасы, және 15% алғашқы жарна. Оны сіз өзіңіздің сатып алған адамыңызға бересіз, және 25 жыл ішінде өтеу керек. Содан кейін тағы да орда ипотекасы бар. Ол дәл осы ұмай әйелдер ипотекасы сияқты, тек мұнда проценті жоғарылау. Біз көбіне қай бағдарлама бойынша үй алған дұрыс деп ойланамыз. Яғни ол адамның өзінің бастапқы жарна жинау қабілетіне байланысты, және ол төлем көзін растай ала ма, растай алмай ма, соған байланысты, қай қалада тұрады, және кейбірлері мысалы екінші нарықты алғысы келмейді. Кей адамдар болады, жаңа үйге сенбейді, яғни жаңадан салынған үйлерге сенімсіздікпен қарайды. Мысалы отбасы банктен аламыз десек, ол 3 жыл бойы жинау керек, ал үйдің құны әр жыл сайын өсіп жатыр. Сондықтан көбі 7-20-25-пен алам дейді, осы жылы алам дейді. Мысалы, ал кейбіреулер болса үйлері бар болғандықтан және табыс көзін растамау үшін, мысалы, стандартты особый ипотекамен алып жататындар болады. Яғни әр адамның өзінің тиімді және ыңғайлы бағдарламасы болады. Рахмет. Міндетті түрде тіркеліңіздер және лайк басуды ұмытпаңыздар.